Айжұлдыз Адайбекова қазір Меккеде кіші қажылығын өтеп жүр. Жанар Айжанованың қызы қасиетті сапарға аттанғаны туралы өзінің инстаграмдағы парақшасында жазды. Менің осында келуіме себепкер болған Фатима Жамбыл қызы көп ойланбай тезірек Меккеге қадам жаса деп осыдан бір ай бұрын айтқан болатын. Шынымен де көп ойланбай дәл орнында билет алдым. Тез шешім қабылдаған өзіме ұнайды. Сөйтіп келдім. Бұған дейін бар шаруа съемкаларды бітіріп тыныш кеттім. Ең алғаш Қағбаға барарды көзіңді аштырмайды. Себебі дәл жақыннан резко көзіңді ашқан кезде сенде шынайы эмоциялар болады. Және де Қағбаның алдында бірінші рет тұрған адамның дұғалары қабыл болады екен. Сондықтан түк қарамай келдім. Ішім ауырды, уайымнан көзімді аштым. 1 минут шоке тұрдым. Миым істемеді. Кейін жаным мен жүрегімнен сұрадым, еш қысылмай айтшы, нені қалайсың деп. Сол кезде көзден жас кетті. 20 минуттай тұрдым. Ішімдегіні әбден шығардым. Жеңілдедім. Іштен жанымның тыныш екенін байқадым. Кейін жылы махаббат сезімін байқадым. Ең алғашқы кездесу осылай қызық болды. Бастысы шын тілерім сенде, дәл осы қасиетті жерде тұрып бар тілегіңді тіле деп жүректен дұға еттім. Әдемі сезім, бұйырсын өзіңе бәрі де мүмкін. Жүрегіңді тыңда деп жазды Айжұлдыз Адайбекова. Барша мұсылмандарға Қағбаны өз көзімізбен көруді Алла нәсіп етсін. Егер видео ұнаса каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс KZ каналы.